Тұрақсыз келіндердің тірлігінен шаршадым. Келін түсіріп, қолымды ұзартып, немере сүйіп отыратын жасқа келгенде, осылай өз отымды өзім жағып, қазанымды өзім асып жүремін деп ойлаппын ба. Жасым болса 60-тан асты. Әлі бір рет рахаттанып, келін жұмсап, қолымды жылы суға малып отырған емеспін. Босағамыздан бір емес, бірнеше рет келін аттаған. Алайда қазір олардың ешқайсысы жанымызда жоқ. Ең жаманы, сол келіндердің барлығын үйге үлкен ұлымның алып келгені. Дүниеге 2 ұл, 2 қыз әкелгенмін. Жолдасым осыдан 10 жылдай бұрын дүние салған. Қыздарым, Аллаға шүкір, бір үйдің шамын жағып, түтінін түтетіп, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүруде. Кіші ұлым университетті жақында бітіріп, Астана қаласында жұмыс істеп жатыр. Ал менің ең басты мәселем де, уайымым да қолымдағы үлкен ұлым болып тұр. Оның жасы 40-қа таяу. Жол ауыр ма, әлде өзі жар таңдаудан қателесе берді ме? Осы жасына дейін 3 рет үйленді. Бірінші әйелімен өздері танысып, табысқан еді. Сырын білетін, үлкендердің танитын жерден қыз іздеп көрейік. Орныңды қоя тұр дегенімізге болмай, мен оны жақсы көремін деп жүріп, бір күні үйге әкелді. Өздері бақытты болып кетсе болды деп әкесі екеуміз батамызды бердік. Алайда алғашқы ыстық суықтары басылған соң-ақ олардың махаббаттары сыр бере бастады. Мінездері жараспады ма, қайта-қайта ренжісе беретін. Ол кезде жас қой, әлі үйренісіп кетер деп араларына түспеген едік. Қырғиқабақ болып жүргенін көргенде аса мән бермей, білмегенсіп, келініме әңгімемді айтып жүре беретінмін. Ол болса балама ғана емес, маған да тырысып, кірпідей жиырылып отыратын. Бір күні кетіп тынды. Балаңыздан көріңіз, не болғанын содан сұраңыз дейді. Басынан қатты ұстамағандықтан ба, менен көп нәрсені рұқсат сұрамай жасай беретін. Бетіме қарап емін-еркін сөйлей беретін. Ол кезде жолдасының да көзі тірі. Ер адам ғой деп, одан да именбейтін келінім осылай бәрін өзі кесіп пішті. Баламнан сұрасам, ол да келініңізден өзіңіз сұраңыз дейді. Құтты бір мойнына жауапкершілік ала алмайтын кішкентай бала сияқты екеуі де. Екеуі жараспаса, біз не дейік, шамамыздың келгенше басып айттық, бірақ олар илікпеді. Ақыры өз дегендерін істеді. Аузы күйген үрлеп ішеді деуші еді, бірақ бұл мақалдың менің балама қатысы жоқ сияқты. Бірнеше жыл өткен соң ол тағы бір қызы сүйіп қалғанын, оның да кетер емес екенін айтып, қайтадан үйленемге басты. Бір рет тауы шағылған адамға екінші рет қалай қарсы боласың? Онсыз да мен бірден айтсам артқа тартасыздар. Соның кесірінен жолым болмай келеді деп кейи беретін бізге. Тағы да мейлі бақытты болып кетсе бопты дедік. Ұлым бір көрмекке жүзі тартымды қызды жетектеп келді. Өзі бұрын тұрмыс құрмаған екен. Ұлымыздың ажырасқан айыбы бар, құдаларымызға барымызды беріп, қыздарының бабын табуға тырыстық. Бірақ сырты жылтырағанның бәрі асыл бола бермейді ғой. Адам аласы ішінде деген. Екінші келінім Дана бір саусағын ішіне бүккен қу болып шықты. Келе сала, үнемі менікі дұрыс, менің айтқаным болуы керек деген заң орнатқысы келді. Мұнысы енді ұлымның ажырасқандығын, өзінің әлі есік көрмеген қыз екенін пайдаланғысы келгендік еді. Мен мұны өте жақсы түсіндім. Жарайды, қулығына да көнейінші, тек отымның басын тыныштық, дастарханымды береке жайласа болды деп біраз байқадым. Бірақ қайдан? Ұлымның әкелген айлығын азық-түлік алдым дейді де жоқ қылып жібереді. Қайда жұмсайтынын білмейміз. Ел қатарлы ақша жинап, тіршілік етуден қалдық. Мейлі дүниені қойш, ең сорақысы, әзір бала тумаймын деп тулағаны болды. Бала деген еркектің ең осал жері ғой. Денсаулығы аттай келініміз бола тұра, біз үшін бір немере қол жетпес арман болды. Бұдан басқа да шектен шыққан тірлігі көп еді. Ұлымның шыдамы шегіне жеткен күні оны да жөніне қоя берді. Екінші рет ажырасқан ұлым туралы ауыл адамдары әртүрлі қаңқу сөзді өрбіте бастады. Олардың бір ұшы менің, бір ұшы ұлымның құлағына жетіп жатты. Осылай жүргенде отағасы аяқ астынан жүрек талмасы ұстап қайтыс болды. Аза тұтып қайғырып жүргенде тағы біраз жылды уысымыздан шығардық. Мен болсам қартайып барам. Баламның жасы 35-тен асты. Балам деймін ау, оның қатарластары отағасы деп аталып отыр ғой. Енді орнықтылау, өзіне тең қыз іздемесем болмас деп өзім кірістім. Таныстардан сұрастырып жүріп, тағы да бір отырып қалған қызды таптым. Айтуларынша мінезі жақсы, алғыр, пысық қыз көрінеді.
Отбасы қаланың шет жағындағы елді мекенде тұрады. Балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істейді екен. Бізге лайық келеді ау деп, осы қызға тоқтадым. Арада жеңгетай боларлық адам тауып екеуін таныстырдық. Тіпті ойымыздың несін жасырамыз. Екеуі де жас емес. Не үшін кездесіп отырғандарын білет. Бір-екі рет кездескен соң қыз келісімін берді. Енді ақырын олардың басын қосу қамына кірістік. Балам екеуміз той жасап шаршағанбыз. Тойдың болмайтынын, басқа жоралғыларды жасайтынымызды, құда түсіп алып кететінімізді айттық. Бұған қыз жақта келісті. Белгіленген күні ағайынның үлкендерін іріктеп алып, ата жолымен жөн жоралғысын жасап, келінімізді алып келдік. Ауыл адамдарына беташар, кішігірім ауыл той өткіздік. Сөйтіп, бір күнде тағы да келінді болып қалдық. Апалап жанымнан қалмай, үйдің түрлігін ұршықша иіріп әкеткеніне қарап, сыпайы келініме сүйсінумен болдым. Ішімнен тіл көзім тасқа деп қоям. Өзінің қолынан көп нәрсе келеді екен. Ойын ашық айтатын келінім, апа, осы жасқа дейін не бітірді дейсіз? Біраз нәрсе үйреніп үлгердім ғой дейді. Не де болса шындықты айтты. Бастапқыда бәрі жақсы болатын. Бір күні келінім, апа, бұрынғы жұмысымнан шықпаған едім. Уақытша демалыс алғам. Енді қайта шақырып жатыр. Әзірге жұмысымды тастамай, біраз уақыт сол жақта болып істей тұрсам қайтет деді. Жаңа үйге бірден үйреніп кету қиын ғой. Төркіні сағынған болар деп жібердім. Бастапқы 3-4 аптада сенбі жексенбі күндері үйге келіп жүрді. Дүйсенбіде қайта шығып кетет қалаға. Бірте-бірте келуін сиретті. Баламнан сұрасам, келеді ғой дейді де қояды. 2-3 ай өткенде телефон соғып, апа, мен енді қайтып бармаймын. Сіздердің тірліктеріңізді мен істей алмайым. Қолымнан келмейді. Ондай жерде өмір сүре алмайды екенмін. Ерханмен өзім сөйлестім деді. Не болып қал, тыныштық па, түсіндіріп айтсаңшы, келеріңде қандай жерге келе жатқаныңды білдің ғой, енді не өзгерді деген сұрақтарым жауапсыз қалды. Ештеңе түсінбеген күйі мен қалдым. Жұмыстан қабағынан қар жауып балам келді. Ол да жарытып маған жауап берген жоқ. Біздің үйдің тірлігін істеуге қиналған екен, түсінсем бұйырмасын. Тірлік істеуден қашып адам құрған отбасын тастап кете берем екен. Ау, тірлік деген қайда да бар ғой. Ауыр болса жеңілдетіп берер едік. Не алдымен адам сияқты бетпе-бет сөйлесіп, дұрыс шешім табуға тырыспай ма екен? Оған оп-оңай сияқты. Келмеймін дейді де келмей қоя салады. Ойыншық секілді көрінеді ау. Кінәні өз баламнан да іздеп көрдім. Жігіттің сұлтаны болмаса да бірге тұруға болмайтындай қояншықты емес. Мінезінде кемшіліктер де бар шығар, бірақ мінсіз адам болмайды ғой. Араққа сылқия тойып алып, әйелін сабағандарды да көріп жүрміз. Ондайы жоқ. Тым езді емес. Көңіліне жақпаған нәрсені бірден ашып айтады. Шешімі болса кесіп айтады. Білмедім. Еркектігінде кінәрат бар ма дейін десем, бірінші әйелі бір рет көтеріп түсік тастаған. Екіншісі де бойына бала бітіп тұрған жерінен туғым келмейді деп алдырып тастаған. Сонда деймін ау, менің балама әйел тұрақтамайтындай не сыры болды екен. Үшінші әйелді кетіп қалған соң ел жұртқа қарайтын бетім қалмады. Тек кіші баламның жолы ағасыныкіндей ауыр болмасыншы, ол жар таңдауда қателеспесінші деп тілеумен күнімді өткізіп келем.